қазақ елінің тарихында оған қоса бұрынғы кеңестер одағында, жалпы менің ойымша Еуразия және дүниежүзілік тарихта айрықша орны бар тұлға ол Димаш Ахметұлы Қонаев. 1912 жылы туылған, бүгін ол кісінің туған күні. Бақанас деген жерде Күрті Іле өзенінің айылысындағы Балқаш ауданы, қазіргі Балқаш ауданының. Димаш Ахметұлы Қонаевпен жұмыс бабында біз ондайды жас өсіп жатқанбыз. Сол кезде талай кездесіп тікелей сұхбаттаспағанменен әңгімелерін тыңдап, бірге болып, ол кісінің рұқсатынан қызметке тағайындалған болатынмын. Қалай айтсаңыз да ол кісінің бір орны ерекше. Бірінші, сырт көрінісінен бойы шамамен 2 метрге жуық, сондай бір көрікті азамат. Жүріс-тұрысында, ұстанымында бір үлгі болатын көріністер болды. Салмақты, байсалды. Енді тұңғыш рет біз студент кезінде Казгуда оқығанда біздің университеттің бір көшеден кейінгі ол кісінің үйі болды. Анау Төлебаева деген көшеде қазір жанында ескерткіш қойылған ол кісіге. Бірнеше кеңестер одағының батыры, еңбек ері ол кісі. Енді Алматыда болсаңыздар, Төлебаева көшесіндегі бұрынғы ескі Казгудың факультетінен күн шығысына қарай жүрсеңіздер, алдарында шығады өстің бүйсісі, несі бәрі. Салыстырмалы түрде ғой бәрі қабылданатын. Салыстырмалы түрде тұрсақ, біздің көрген басшыларымыздың ішіндегі менің өзімнің есімде ерекше қалған тұлға бұл кісі. Әңгімесі байыпты, ойы терең, еш уақытта бір ыстыққа салынып айқай шу немесе бір жаға жыртыс әңгіме дегенде ондай өксіге тән емес сияқты. Енді әрине мен тұрмыстан бірге болған жоқ бұл өксімен, бірақ та сырт көрінісінен өзі әттеген-ай, адам болсаң, қазақ болсаң осындай бол дегендей бір пікір қалдыратын адам. Енді қызмет жағын өңірді қояйық. Мен сізге бір екі эпизодты дайын. Бірінші, 1984 жылы жаз айында, шамамен шілде, мен қателеспесем, шілде ятамыз. Димаш Ахметович Мәскеуден Ту-104-ші ұшақпен ұшып келіп, осы Ақтөбеге қонды. Қасында жас, ол кезде 40 жастағы Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Қазіргі әкімшілік бұрынғы облыстық партия комитетінің үлкен залында жиын болды. 500-ге жуық адам қатысқан. Сонда ол кездегі облыстық басшысы Левенцов деген кісі болды. Сонда ол кісі кіріп, залға бәрімен амандасып, сондағы бір сөзі менің түйін қалған ойымда. Көп ойға сілтейді. Болашақта бұл кісі қандай адам болады? Бұл кім? Димаш Қонаевтың өзінің ол кісіге қандай көзқарасы деген сияқты ойшыл талдаушы адамға үлкен пікір қалдырады. Иығынан қағып Назарбаевты: мен сіздерге біздің республиканың үкімет басшысын алып келдім. Кеңестер одағындағы ең жас үкімет басшысы деп Назарбаевты бізге залда көрсетті. Сонда артынан біз білдік, Кремльдегі ол кезде Кремльден бәрі әлгі талқылауда өтіп барып, сосын тағайындайды ғой үкімет басшысын. Сонда сол кісі тағайындап алып келе жатыр еді. Осының тағы бір ерекше деп, қазір сіздер өздеріңіз көріп жүрсіздер, бірінші басшы келеді, екінші басшы келеді десе, жұрт жаба тармағай жүгіріп, біреу бауырсағын, біреу гүлін, біреу тағы басқаларынан сол ұшақтан күтіп алып, аяғын жерге тигізбей, қонағасы беріп, қыдыртып, өздері сияқты балдарға өлең айтқызып қасына жүреді. Димаш Қонаевқа бір тән қасиет болған, өз көзімен көрген. Ол кісі әр жылдың сол
дәнді дақыл пісетін уақытында, шөп жиналатын уақытта әдейі әр облыстарды аралайды. Сондай облыстар, мысалы Ақтөбе облысы, келгенде ұшақтан сол жерден дереу көлікке отырғаннан кейін малшыларға, егіншілерге барып солармен сұхбаттасып, күй жағдайларды сұрайды. Анау дәнді дақылды биден піскен, піспегенін қолмен ұстап, соны бір әңгіме бар. Осындай кісерді енді жеке басына келсеңіз, бір кездерде қауесет әңгімелер жүріп, ол қазақ па, қазақ емес па деген, сіздер білмейсіздер, жассыздар ғой, біздер студенттік кезде түрлі, студенттік өмірде түрлі әңгімелер. Таза қазақ. Оған нақ өзім терең сенгенім, сол тұңғыш президент әкеліп 84 жылына баяндама жасағанда, қолына бір бет қағаз ұстамай, қазақша бір сағат баяндама жасады. Және бір сөзде қайталау жоқ, бір ойда қайталау жоқ, барлығы бір өзекті, сондай бір тың ойларды айтты. Осыдан кейін ешкімнің есінде тіпті күдік қалған жоқ. Ол қазақ. Біз студенттер кезде сол үйдің қасына былай барып өтеміз. Екі қатарлы үй болды, әдеміше келген шағын. Бірінші қатарда әскери округтың басшысы Ляшенко деген азамат тұрған, екінші қатарында Димаш Ахметов Қонаев. Енді өмірі жөнінде алатын болсаңыз, Алматыда туған. Алматыдағы атақты 14-ші мектепті бітірген. Одан кейін комсомол жолдамасымен Мәскеуге оқуға жіберілді. Мәскеудегі сол кездегі дүниежүзіне атанған қазіргі университет бар. Университет Болат және темір қосындылары институты деген бар университет. МИСИС, Московский институт Сталин сплава. Соған барып түсіп, соны 1936 жылы бітіреді. Содан бастап Қазақстанда қызмет істейді. Енді қандай қызметтерде болған бүкіл өмір бойы оны сіздер білесіздер. 1936-тан 1986-ға дейін жаңа санап отырмын, қарап, жарты ғасыр үздіксіз жұмыс жасаған екен. Ол анау металлургтен, барлаушыдан бастап, содан Қазақстанның бірінші басшысына дейін түрлі жағдайларды басынан кешкен. Никита Хрущевпенен бір талай айтыста болған кісі ол. Содан кейін оны босатып орнына Юсуповты қойған бірінші хатшы Қазақстанның. Одан кейінгі недегі неміс автономиясын құрамыз деп Целиноград қаласына қазіргі Ақмола, Нұр-Сұлтан қаласындағы бір топ нелердің соның өзінесін бейбіт жолмен ешқандай қантөгіссіз, жаға жыртыссыз шешкен адам. Сондықтан да бұл кісінің бір ерекшелігі өзі инженер болғаннан кейін Қазақстандағы техника ғылымына, одан кейін инженерлер дайындауға көп көңіл бөлген. Біздің тарихымызда өзі ең алғашқы 2 университет болған. Бірінші университет өздеріңізге белгілі Казгу, қазіргі Фараби атындағы, бұрынғы Киров атындағы университет. Екінші университетті ол кісінің кезінде ашылған қазіргі Қарағандыдағы Қарағанды университеті. Екінші жағы өндіріс саласына көп мән берілген. Өндіріс саласы. Енді Ақтөбенің өзіндегі құрылыстардың бір шамасы Димаш Ахметов Қонаевтың тұсында көтерілген. Мысалы айталық, мына біздің халықтың, жастардың елігіп баратын футбол стадионы. Ол сол Димаш Ахметов Қонаевтың тұсында. Дворец спорт сонда салынған. Анау біздің автовокзал, ескі қаламенен жаңағылардың ортасы қосып тұрған, онда соғыстың тұсында. Вокзал, бұрынғы ескі вокзалдың орнында қазіргі вокзалдың ғимараты, енді тағы басқа осындай